Сол себепті тазалық денсаулықтың кепілі. Ешқандай прививка ештеңе керек жоқ. Балаларыңызға да, өзіңізге ешқандай вакцина салғызбаңыздар. Зиян нәрсе, өте зиян нәрсе. Бұл саяси тағы да бір нәрсе деп айтып жүр. Просто қаншама үлкен менің қаншама достарым бар, таныстарым бар, врач, доктор, кандидаттар. Солардың өздері балаларына бірде-бір прививка салғызбайды. Өздері пытырлатып бәріне салады, бірақ өз балаларына салдырмайды. Мен сұраймын, неге салдырмайсың десе, ол зиян ғой дейді. Сонда сен халыққа саласың, зиян деп, өзіңе неге салғызбайсың? Сонда нонсенс нәрсе бар да. Күдік сол жерде де? Күдік емес, ол анық нәрсе. Ол ешқандай күдік емес. Күдік болса, хотя бы күдік дейсің ғой. Бұл анық, ақиқат нәрсе. Салғызбаңдар вакцина. Жұмыстан шығарып жіберсе салғызбаңыздар. Ертең әйелдер бедеу болады, еркектер белсіз болады болды. Сол ұрпақтан ұрпақ қалмайды. Запомните, белсіз қаласыздар еркектер, ал әйелдер бедеу болады. Сол керек пе сіздерге?